Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар, амансыздарбы? Мына бильярдный клубты көріп отырсыздар туғандар. Бұл қандай бильярд деп айтылатын болса, мен сіздерге қазір атын айтып өтейін туғандар. Бильярд KG деген клуб соның болған ашылды мынаке. Жаңы эле ачылып аз ағаларыңыз келіп ушул жерде ойнап атат. Залда азыр өздері көп тұрғандай 6 бильярд бар. Залдың саатына келе тұрған болсақ 250 сомдон туғандар. Бұл бильярдный клуб қайсыл жерде жайгашкан деп ойлосоңуздар, барыбыз да билген Ош шаарына эң жакын Мадай өкмөтүнүн Кыргызчек айылын билесиздерби? Центрде жайгашкан туғандар. Мынакей караңыздар, келип эле ориентирде РСК банк аласыздар. Жолдун эле оң жагында Элдан маркет бар. Мына ушул жерде ориентир аласыздар, келесиздер. Анан жада калса мына жерде ушундай бар келсеңиздер, мына ушул агабыз сиздерди өзү лично тосот, салам алейкум, тосуп алып кызматты кылат. Суу сап кеткен болсоңуздар, суу десеңиздер, мына жерден суунун бардык түрлөрү бар. Кыскасы суу сатпай сиздерге суудан ичирип турат да тугандар. Бильярдтын сапатына келе турган болсок, сапат өтө жакшы. Мынакей атын чака бир чүртчаңчы гана биз сиз карап туралы. Охо, ака. Луза жоқ жақтарға тотасыға, қожа жаштың өзі олды әкес ака. Жаңы бильярдтар өндіріп көрінді азы мен VIP залдардың біріне кіріп келейін. Мынакей тұғандар, қараңыздаршы. Охо, мына. Бұл VIP залдардың бірі. Негізінен 3 VIP зал бар. Өздері көріп тұрасыздар, мынакей тұғандар. Ремонт, дизайн негізі өзгөчө. Әрбір комнатта өзінше болған ушундай телевизор, кондиционер бар. Тұғандар. Қарасыңдар, салқын екен, соң екен де. Мондай фасадный клинкерлердің өсінен соң қылып жабыштырып қойды. Негізі жақсы шығады екен, қараңыздар туғандар. Охо. Ма орнаменттерде қараңыздар туғандар. Орнаменттерде өте сонын. Біз азыр VIP комнаталарынан екіншісіне келе тұрған болсақ туғандар, бұл жерде VIP комнаталарының екіншісі, мынакей өздері көргендей эле. Келіңіздер туғандар, қараңыздар, байқаңыздарчы. VIP комнаттар қандай екен сіздерге жагып атабы? Мынакей. Масаға. Ким açsa да негізі өте сон қылып ашып тұр, негізі маға жагып атат, сіздерге деле жагып атат деп ойлаймын. Чыныначы. Ремонтторду караңыздар, дивандарды коюп коюптур, ушул жерде суудан ичип, досторуңуз менен келип ушул жерде тамаша кылып, кыскасы үйдө эле отуруп бересиздер, келиңиздер да мына ушул жерде эс алып, дем алып кетсеңиздер болот экен туган. Мына салқын. Залда да туғандар 4 тарауында тең кондиционер бар екен. Өйдөсүнө да карасаңдар, залдага аябай салқын екен. Эми VIP каминалардын азыр 3-чүсүнө келе турган болсок, бул жерде VIP каминалардын 3-чүсү мынакей туғандар. Караңыздар. Ар бир VIP камина өз-өзүнчө болуп, башкача болуп, дизайн болуп жасалыптыр. Айтып өткөндөй эле телевизор, кондиционер иштеп атат. Караңыздар, мынакей. Мында машыктагы эмне керек? Негизи Ош шаарынын эң эле алдыңкы бильярдный клубтардың бири деп дагы айтсак болот негизи. Мен жаңылышпайм, чынын айткандачы. Эми тугандар, келиңиздер. Жада калса бул жерде PlayStation'да ойносоңуздар болот. Досуңуз менен, жора жолдош менен келип, ажатканалар да ушунун ичинде. Анан дагы башкасы, азына мына жакта келе турган болсок, акалар, ошо видеону өткөрбөй көрүп турсаңыздар, курилкасында өзүнчө кылып коюптур. Мына залда түтөтүп, сигарет чегип, дым болуп олтурбайсыздар да, кыскасы үйгө жеңеме баягындай сигарет жыттанып кирбейсиздер. Мына ушул жакка келип, кыскасы ушул жерде конкретный болуп сигаретиңиздерди чегип, эмне кылып кетсеңиздер болот. Азыр жол тараптарда бирсе көрсөтүп койсок, мынакей өздөрү көрүп тургандай жол жак, бул жак өздөрү көрүп тургандай эле. Мынакей тугандар. Эми толуктап мен силерге адресин айтып өтөйүн. Мадай өкмөтү өздөрү билгендей эле Кыргызчек айылын билесиздер. Азыр Асанчек деп дагы айтылат. Кыргызчек айылынын эле центринде, ориентир РСК банк менен Элда маркет менен маңдайкы бетинде. Ака, круглосуточно иштеп атасызбы? 24 саат. Эшик ачык. Ким келсе кызматтасыз. Мынакей тугандар. Ака кызматта, биз кызматта. Келиңиздер, ушул жерде дем алып, эс алып, чарчообасты кылып бильярд ойноп кетиңиздер. Бильярд сүйгөн досторуңуз менен мына ушул видеону бөлүшүп коюңуз, комментарийга ой пикириңизди калтырыңыз дагы, бильярдный клуб кандай ачылыптыр, ал жагына да комментарийга оюңузду жазыңыз дагы. Жакын досторуңуз менен бөлүшүп, каналга катталганды унутпаңыз. Биз сиздерди баарыңыздарды жакшы көрөбүз.